Ассаламу алейкум, эфирде «Заман», студияда Мавиле Мухтарова. Чалышам. Ойлиден соң Ростов-на-Дону шерінде Ялталы Хизбут Тахрир давасы мабюслерінің махкемесі олажақ. Кечкен отырышының вақты деңішкені үшін адвокатлардан бірі келіп етіштірмегені да. Шымал Кавказ арби махкемесі дава бақылмасыны башқа күнге қалдырды. Эмир Усинкуку, Муслим Алиев, Вадим Сюрук, Энвер Бекеров, Рифат Алимов и Арсен Джиппаров Русияде ясақланған Хизбут Тахрир тешкілатында иштирак етмесінде қабатлана. 2 жылдан берлі мабюслер СИЗОда тұтыла. Кечкен сененің соңында оларны Русияге ауыштырып, Ростов-на-Дону шерінде махкем етмеге башладылар. Қырымның юқары Рус махкемесі бір кішілік наразылықларының иштиракчылары берген 5 шекейет аризасына бақты. Қарар деңіштірілмеді. Бара жазасы ойледі қала. Бүгін 13 шекейет аризасының бақылмасы планлаштырыла. Шекейет аризалары 2 аптадан берлі бақыла. Бұтын олар редетілі. 2 қырымлының пара жазасы 15 000 рубледен 10 000-ге эксілтілгені да. Кечкенсене октябрның 14-інде юзден зеде Қырым татары репрессияларға қаршы бір кішілік наразылықларға чыққаны да. Русия қанунлары бұны ясақ етмей, ләкін ішғалжелер қанунсыз митинг болғанына исрар етіп, 80 инсанға пара жазасыны берді. Жүремелерінің умуми миқдары ise 1 миллион Русия рублесіне етті. Мы хотели понять, имеет ли какую-то роль для судей, для суда наша подготовленность или наша позиция. И наше подозрение на самом деле оказалось явью действительной. Для них нет никакой разницы. Неважно, сколько вы будете вести процесс. Полчаса, 2 часа, 3 часа или 5 минут. Их решение уже готово, оно распечатано. Единственная разница — это время, которое вы просидите в зале заседания, и фамилия, которую прочитает в конце. Не имеет значения, каким образом ты готовишься, какие ты доводы приводишь, суд их просто не слышит. Опять-таки, да, упираю на то, что процесс заангажирован с политической точки зрения, и надеяться на благой исход можно только от Аллаха. Джазакаллаху хайран. Бақчысырайдағы ішғалжы махкеме Шевкет Разаковның давасыны мартның 5-не қалдырды. Қабат шатлары келмеген екен, кечкен отырышда айны себептен башқа күнге ауыштырылғаны да. 24 yaşında Қырымлы полиция хадимының ақаретлемесінде қабатлана. Ішғалжылері 2017 сенесі апрель айында Бақчысырайда кечірілген тінтөвлер вақтында Шевкет Разаков Русия гвардиясының нишанчысына түкірген деп исрар ете. Бұның үшін 40 000 рубле пара жазасы яда 1 жыллық мечбүри ішлер берілмесі мүмкін. Разаков қабатлы олғанына инкар ете. Құрғанлары yok, ләкин имайы етечек олалар. Русия Девлет Думасы Русия гвардиясына Кереч көпіріндегі кемілеріні незарет етіп, тахлие етмеге имкан берген қанун лейхасына қайдетті. Бұл весиқа Девлет Думасының сайтында дәрчетілді. Оның мақсады Кереч боғазындағы нақлият әрекеті, энергетик көпір ве газ ташымасының қауіпсіздігін темин етмек екен. Весиқа таздықланса, Русия гвардиясының векеллері көпір янында көрген инсанларына құқық қорғаушы органларға алып кете біле. Кемелер ise дұраққа ауыштырылмасы мүмкіндір. Кефе районында су едегі анчақ 1,5 айға етер. Бұны ерлі журналистлер Вода Крыма мусисесінден білді. Кефе су анбарындағы суны тұтымлы қолланалар. Русия Қырымны işgal еткен соң САС Украина Шымал Қырым каналындан ярымадаға су берілмесіні тоқтатты. Ескіден Қырымның су ихтияжларының 85%-ны андан қаршыланғаны да. Русия Украинада башлатқан женг ве Қырым işgali için афу сурама жақ бұны тышышлер назиры Сергей Лавров білдірді. Обелчика Сенатда шейлі құрышта. Құрышов Москвада олып кечті. Анда Авропа бірлігінің истилячы девлетке қаршы кірсеткен санкциялар лафетілді. Оларға бақмадан Русия Украинада япқанлары ақында тұшын меншек деп қайдетті Лавров.
Мы как-то никогда не интересуемся отношением наших коллег из Евросоюза, вообще из тех стран, которые ввели против нас санкции, что они на эту тему думают. Мы все свои действия открыто, на основе международно-правовых норм объяснили. И все те, кто хочет нас услышали. Мы сегодня говорили и, конечно же, про Украину, и про Крым. Филименк тышышлер Назирінің Русия зейретіні ләғуетті Москваға енді хабер етілді. Назир истифаға шыққан екен. О 2006 сенесі Путиннен көрішкені аққында ялан айтты. Филименк Назирі Путиннің язлық евінде олып, оның Русия теркібінде Бейаз Русия, Украина, Балтия мемлекетлері ве атты Қазақстан олмақ керек ке бұлафларына ешіткен деп айтқаныда. Шындайсы язлық евіне бармады. Ләкин Путиннің планлара қандалафлар өз менбаларындан білгеніні исрар ете. Я вирішив, окей, це важлива геополітична історія, наслідки серйозні. Тому я розповідав її від свого імені, аби не розкривати особу людини, яка була на зустрічі у Путіна на дачі, оскільки це могло мати наслідки для неї. Русия мұхлислері 2018 олимпиадаларындан қуылды. Олар менберге Лениннің фотосуретіні шығармаға тырышты. Ләкин бекчілер оларға кедеретті. Женебей Кореяда коммунист темсаллері ясақ етірі. Малым олғаны кебі допинг қавғасындан соң Русия спортшыларына олимпиадаға алмамаға қарар алынды. Допинг құланмағанына избатлаған Русия спортшыларына есе нейтраль байрақ алтында иштирак етмеге рұқсат берілді. Саяси мобюслерінің балаларына бағышланған фото ресім сергісі Днепро шайырында açılды. Анда Мустафа Джемилев ақында китапда тағдым етілді. Муэлифлері Севгиль Мусаева ве Алим Алиев китап бір инсан ақында екей етіп, бұтын халқының көрешіні көстере деп қайдетелер. Севгиль Мусаева Қырым татарларының лидері ақында китап язма ғайысы 2 ел версі пейда олғанына хатырлай. Китапның баш хараманынен ара-сыра көрішіп, аятыны хатырлай, шақалаша ве көлейділер. Бүгін де бүгін Мустафа Джемилевның зламный китабының украинже ве русча едебин нусхасы бар. Получилась книга о вообще крымских татарах и о крымско-татарском народе, потому что слово «незламный» и слово «несгибаемый», да, вот, собственно, название книги, оно относится не только к лидеру, но и к народу. И в этой книге мы рассказываем судьбу крымских татар во время депортации, историю крымских татар 20 века, и в том числе описываем это через жизнь человека, который, наверное, сделал свой огромный вклад в то, что крымские татары смогли в свое время вернуться на свою историческую родину. Джемилев китапны бір кечеде оқып шықты деп айта Муэлифа. Оны тек легенда. Это книга о том, что несмотря на какие-то испытания, если ты во что-то веришь, если у тебя есть какая-то цель в жизни, то ты обязательно этого добиваешься. Потому что очень сложно было представить в советское время, что крымские татары смогут вернуться, да, вот, в Крым. Но упорство, вера одного человека, она иногда может сворачивать горы. Ишғал недір, инсанларның аятына насыл тесір етті ве Қырымны насыл азат етмек мүмкін. Бұл суалердің жауабыны Илми Умеров бере. Ескі саяси мобюсыминке Украина акимиеті Қырым статусыны деңіштірмек үшін бұңа дайыр қанунларына әжеле қабыл етмелі. Изменить статус Крыма, сделать его крымско-татарской национальной автономией. И тогда у Украины будет больше доводов говорить о том, что мы решаем проблему коренного крымско-татарского народа, и мировое сообщество должно к этому подключиться. Это надо доводить до такого состояния, логического состояния, когда Российской Федерации Крым будет как тот чемодан без ручки. Тедбірге Амина Акуеваның анасы келді. Қадын, қызы Русия стилясына қаршылық көстерменің ибреті олғаныды дей. Все, что связано с этой выставкой, которая здесь будет, это все связано с диктаторскими, агрессивными режимами, которые убивают свободу. Я счастлива, что последнюю свою программу «Героев Кавказа» она сделала на крымско-татарском телевидении АТР.
Тедбірге Канада елчіханесінің темсілжілері де келді. Украинаның ортақлары халқара себейде қол тұтмаға девамы тежегіні қайдетті. Олар Русияны халқара ұқуға уймасыны темен етмек үшін бұтын тесір ұсуларыны қоланacak деп ваде еткенлер. Поддерживание прав человека крымских татар является очень большим приоритетом для Канады. С самого начала аннексии, нелегальной аннексии Крыма Российской Федерации, Канада с самого начала имела очень ясную позицию, и эта позиция до сегодняшнего дня остается очень ясной. Мы осуждаем на 100% эту нелегальную аннексию. Мы будем использовать все инструменты в наших силах, чтобы требовать от Российской Федерации исполнения международного права. Динара Айдарова, Заман, АТР. Ахмеджетте хайрие мақсадынен караоке ақшамы кечірілді, ғырқаста Гүлсім Хайбулаеваға пара топланды. 52 яшында қадын қансыр хасталығына ауғырады. Ярдым өтмегестеген қыз ве оғыланлар 8.000 рубле топлады. Хайрие ақшамына яш ержемі Вереп Керимова да қошылды. Очень рад, что наш народ занимается таким, что мы собираемся в целях кому-то помочь, что наш народ старается друг другу помочь, что мы вместе, что вот народу не безразлично горе чужих людей. И хочется, чтобы молодежь чаще приходила на такого вида мероприятия, объединялась, пыталась помочь и общалась друг с другом. Мешур Қырым ресаманың сергі сақ межетте açılды. Мустафа Муртазаев оңа Қысмет адыны берді. Бұл сефер ресамның есерлерінде чечеклер тасвир етілі. Муэлифның фікірінше ресімлерде ренклернен берабер табиат güzelligini де көрмек мүмкін. Ресамның ішлері неправильный вкус санат студиясында тағдым етілмекте. Сергіні бір қач афта ішінде зейрет етмек мүмкін. В последнее время мне нравится писать цветы, они какие-то интересные, ты с ними разговариваешь как-то. Мне кажется, что они все время живут. Просто что-то теряется, ходит, а потом вырастает какой-то там маленький лепесточек или еще что-то. Вот это вот интересно, как жизнь человека. Шымдалек бұл соңғы хаберамыздар яңа хаберлеріні саат 12-де сейретмеңіз мүмкін. АТР-лі олыңыз.